Шұға көзі бір ілінбей таң атырды. Өткен өмірін армансыз еске түсірді. Екі енесінің айтқан сөзіне әуелі ренжіді, ашуланды. Сосын ойланды, үміттенді. Жоғау, бір жағынан өзі кінәлі сияқты емес пе? Кешке шейін әңгімесі қаладағы құрбысы Жібектің жаңадан сатып алған жиһазына аузының суы құрып әңгімелей берген өзі ғой. Сосын балаларының киген киімін сөз қылды, таңданды, тамсанды. Мектеп оқытушысының жазғы каникулының ақшасы қолына тиісімен жылдағы әдеті бойынша базарлап, балаларына жаңа оқу жылына киім аламын деп қалаға шапқан. Жан құрбысы марқұм күйеулері Еділ мен Арыстан тірі кездегі бірге жүрген Жібектің үйіне түскен. Баяғы студент, одан қызметтегі жарқын күндерін еске алды. Шіркін, күйеулері тірі кездегі жастық шақтың бал дәурені. Сосын үйелмелі-сүйелмелі 3 жетім ұлын құшақтап, ата-енесіне еріп Шұға ауылға келді. Жібек болса, қазір маңдайыңнан сүйіп жұбатқан болып жәдігөйсіп отырса да, біраздан кейін ана еркек саған неге қарады, неге кеш келдің, кіммен күлдің деп тергеп күн бермейді ертең, енесі мақтарың. Қал осында, өлмеспіз деген сөздері әлі құлағында. Жоқ, жалғыз өзі 3 баламен қалай күнелтемін деп емес. Атасының мейірімді көзі, қамқор сөзі құлағында тұрды. Енесінің немерелеріне еміренген үні ойынан шықпады. Ертең ұлдары есейгенде атам мен әжем қайда десе не айтады? Сосын ұлдары үшеуі бірдей тұмауратып кезек-кезек қызуланғанда, екі енесі атасы үшеуі құшақтап жұбатқанда көңілі марқайып, ата-енесінің қамқор сөзі, көмегіне көңілі көлдей еріп, жаны жадыраған кездері. Енді келіп, екі кемпірдің еңкейіп, атасын о дүниеге жөнелтіп, өздері жетімсіреп отқанда, азатсың деп айтты деп тайып тұрса не болғаны? Жібектің жөні бөлек, пысық қой. Едігенің барында да өзі ұмтылып кандидаттығын қорғап алды. Тіпті жігіттер қорғай алмай жүргенде. Бірақ қазір тағдыр тауқыметі деп басқа саладамын деп еді-ау. Не жұмыс деп сұрамапты да. Үйі жайнап тұр. Үлкен ұлдары үйде жоқ, қыдырып кеткен дегенде қойған. Кішісімен көлі бар паркте қайық тепкені. Итке де бір күн мейрам деп әбден сайрандағаны. Қайық есе білмейтін бұған көмектескен жігіт және Жібектің спонсоры. Екі еркектің әдемі әзілдері, бас айналдырар жазғы самал, аста төк тамақ, бәрі қызық, бәрі сәнді. Өтіп бара жатқан жастық. Иә, Жібек айтпақшы, күн ертең-ақ балалары өсіп, бір-бір қатынын құшақтап тайып тұрады. Жалғыз өзің қаңыраған үйде. Қой, о не дегенің? Өмір жалғасы немерелер келмей ме? Енді біраз жылда ешкім бұрылып қарамайтын болады. Айтылған сөздің уыты денесіне дендеп еніп, уы бара-бара шығама деймін. Жоқ, Арыстанның төсегін ешкімге былғатпақ емес. Ну и дура, жүр солай сүмірейіп, подруга. Менің айтқаным сенің қамың. Ескен еркін саған құмартып қалыпты. Туы құрсын, құлағында жаңғырыққан үнді көзінен аулақ қуды. Енелер осындай әңгіме болғанын сезіп қойғандай. Балалар есейді, теңің табылып тұрса бізден рұқсат деді. Осы үй сенікі. Балалар сенікі, бірақ оларды әзір қозғама. Ел ішінде ағайын арасында өссін. Ал өзіңе рұқсатымызды бергеніміз осы деп ұқ. Бірдеңе дегісі келіп өрекпіген бұған алақанын төсеп үлкен енесі тоқтатты. Қуып жатқан жоқпыз, ойлан, жауабын ертең бер деп кесіп тастады. Бұл әдемі тігілген құрақ көрпенің үстінде басы салбырап отырып қалды. Таң саз бере көзі ілініп кеткен екен. Оянса үй іші жым-жырт, үрейлі тыныштық. 3 әйелдің ортасындағы алды 14-ке келген үйелмелі-сүйелмелі 3 ұл қайда? Атып тұрды. Масқара, сиыр өрістен қалып биыл қартаймай тұрып соғым қылармыз. Қоңайсын, бәрібір қысыр қалыпты деп отырған. Түске дейін байлаулы тұрса, қалай қоң жинамақ? Екенесі көлеңкеде шай ішіп отыр екен. Уф, қап, ұятай. Қала бардым деп бұлданғандай түске дейін шалжайып, балаларды көшенің арғы басындағы сұлтан көкесі көмекке алып кетіпті. Қазір үй соғуға, кірпіш қиюға көмектессе, күзде сол ақшаға көкелері шаңғы сатып әпермекші екен. Мәссаған, өз күнін өздері көруге ұмтылған азаматтарым сол. Бір кірпіш көтеруге жарамайтын кішісіне не жорық? Ағаларынан қалама жылап, су тасуға жараймын деп болмай қойды, қалмай қойды. Арада 20 жыл өткен. Жібектің кенжесі хабарласты. Анасына уақыт болыпты. Шұғаның кіші ұлы машинасын қыздырды. Қыстың көзі қырауда, автобуспен қалай жетесің? Өзім апарамын, анашым дейді. Құлыншағым сол. Құрбысы екеуінің баяғыда келе қоймадың деп өкпелескен күйі аралары суып кеткен. Содан кейін Шұғаның енесі ауырды, балалар өсті, шаруа көбейді дегендей, қатынас сирей келе арасы мүлде үзілген. Енді міне өмір ағысы деген осы шығар. Жаназа кезінде естігендері мүлде сұмдық еді. Жібек сұлу бір өзі 3 жұмыста жүріп 3 баласын әзер жеткізіптіміз.
Балалары өз қолы өз аузына жеткен соң да жібек баяғы үйде кезінде шұғаның көзіне хан сарайындай көрінетін мына жапырайған жаман тамда қала берген. 3 жылдың да анасын алып кете алмайтын керемет салмақты себептері бар екен. Әсіресе жібек кемпірдің қан қысымы ауруынан қол-аяғы жансызданғанда да жалғыз болыпты. Тілі түсініксіз күйеулерінің анасын жап-жас сұлу келіншектер қалай бақсын? Макияж, салон, саунаға уақыт қала ма онда? Тек кенжесінің кезегі анасының қасында болатын күні керемет кездесуге шақырылып қойған екен. Карьерасын көтеруге байланысты кештен қалай бас тартсын? Ағаларына телефон соғады. Ешқайсысы да кезектен тыс кемпірді қарайтын уақыт таппапты. Кенжесі үлкен ағасына телефон шалып, мені түсін, мына шансты қолдан шығарып алсам, осы салпақтағаным салпақтаған. Сенің де анаң, бізден гөрі сені көп бақты. 4 жыл болса да артық еңбегі сіңді. Қазір алып барамын да есігіңнің алдына қойып кетемін. Не істесең өзің біл депті. 2 қабат зәулім үйдің дарбазасына сүйеп кеткен анасы, тілден қалған бейшара кемпір, қол-аяғы жансыз міскін жан, келесі күні кездейсоқ жүргіншінің көзіне түскенде кеудесінде әлі жаны бар екен. Бірақ